Баршаңызға сәлем достар, Түс Шыру каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылым түсімізде нан көрсек деп аталады. Қазақ атамыз ас атасы нан деп айтып жатады. Енді осы нанды түсімізде көрсек қалай жоримыз, соған тоқталайық. Егер түсіңізде нан көрген болсаңыз, комментарияға жазып бізбен бөліссеңіз болады. Видеомызды бастамас бұрын, егер каналымызға тіркелмеген болсаңыз, подписаться етіп қоңырауды басып қойыңыз. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде нан сатып алып жатсаңыз, сізге бақыт пен жақсылықтың келетіндігін білдіреді. Бойдақ адам түсінде нан сатып алып жатса, тұрмыс құратындығын білдіреді. Егер түсіңізде сатып алып жатқан нан ақ нан болса, сіздің жақсы өмір сүріп жатқандығыңызды білдіреді. Ал егер қара нан болса, бір жағымсыз хабардың келетіндігін білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған адамнан нан сатып алып жатсаңыз, үлкен табысқа қол жеткізесіз. Түсіңізде дәмді нан жеп жатсаңыз, денсаулығыңыздың жақсы екендігін және ұзақ ғұмыр жасайтындығыңызды білдіреді. Ал егер түсіңізде нанның үстіне май жағып жесеңіз, ақша келетіндігін білдіреді. Түсіңізде шикі нан жесеңіз, сіздің күйзелісте жүргендігіңізді білдіреді. Түсіңізде ақ нан көрсеңіз, досыңыздың адал екендігін білдіреді. Түсіңізде нанды бөліп жатсаңыз, сіздің жомарт адам екендігіңізді білдіреді. Түсіңізде кедей-кепшікке нан таратып жатсаңыз, денсаулығыңыздың жақсы болатындығын білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған адам сіздің наныңызды алып қойса, сіздің діннен алыстап кеткендігіңізді білдіреді. Достар, егер видеомыз ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруға ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.